Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгінгі тақырып Телеграмда алдын қозғап кеткенбіз, бірақ осыны 2-3 жігіт YouTube форматында шығарасыз ба деп өтініш білдірген. Ол қандай тақырып? Яғни қарым-қатынас қыз бен жігіт жүрген кезде қыз жігіт бір-бірін салыстыру. Кіммен салыстырады? Бывшийлермен салыстырады. Негізі салыстыру жақсы, чтобы адам өсіп, артқа кетіп, алдыға жүріп жатқанын анықтау үшін тек қана салыстырып білесің. Кешегі күнің мен бүгінгі күніңді салыстырып сен білесің, алға жылжып отырсың ба, жоқ кері кетіп отырсың ба, алдыңғы жыл мен осы жылды қарап салыстырып білесің, салмағыңды солай салыстырасың, түсті көбейді дегендей. Демек салыстыру жақсы, бірақ бұл салыстыру қыз бен жігіттің немесе әйел мен еркектің арасында болуы дұрыс емес. Бұл жерде ол салыстыруға келмейді жігіттер. Демек біз қозғаған тақырып қандай еді? Яғни сенің бывшаяң немесе сенің қазіргі қызың сені бұрынғы өзінің бывшийімен салыстыратын болса, бұл өте жаман сигнал. Демек, ол қыздың уже ойы бұзылды, оны кеп шайтан керек жеріне түртті деген сөз. Одан кейін екеуміздің ара қатынасымыз жақсы болып кетеді, күшті болып кетеді, тұрып кетеді деу өте вероятності төмен деп айтамыз. Салыстырғаннан кейін. Өйткені ол уже ой кетті. Шайтан алып қойды. Енді ол жібермейді. Алып кете береді сол ойды. Демек, бұл жақсы сигнал емес, сразу айтайын. Егер сенің басыңа да сондай ой келіп отырса, бывшаяңды салыстыру, бывшаяң мен қазіргі қызыңды салыстыру, немесе өзіңнің әйеліңмен бұрынғы бір қыздарды салыстыру, ол олай еді, мынау мындай еді деген сияқты нәрсе жалпы дұрыс емес жігіттер. Бұл арты таза емес адамның тірлігі ғой, неге салыстыру? Неге? Өйткені артында менде андай қыз болды, сен что-то ондай емес сияқтысың, менің андай жігітім болды, ол бүйтуші еді, сөйтуші еді, сен ондай емессің деген сияқты. Төсекте салыстыру ол тіпті вообще комментарийға келмейтін нәрсе, Төсекте салыстыру деген өте жаман дүние. Сол үшін жігіттер, біздің айтқымыз келіп отқаны, егер қыз тікелей айтып салыстыратын кез болады, қарашы ана блогерді, ана қаншама гүл беріп отыр, қарашы ана блогер роддомнан қалай шығарып алды, қарашы ана әнші жаңа қызына немесе әйеліне көлік сыйлап жатыр деген сияқты ашық салыстырады. Кейде өзінің подругаларымен, құрбыларымен, немесе жаңа туысқанның бір күйеуімен, жігітімен салыстырады. Кеше анаған гүл беріпті, онандай предложение жасапты, сандай сағат сыйлапты, карте алып беріпті деген сияқты осындай салыстырулар дейді. Яғни бұл тіке ашық түрде, ашық формада салыстыру. Бұл еркектің өте бір намысын қатты тиетін, сағын сындыратын салыстыру. Екінші салыстыру бар, ол былай тығылып, подтекст дейді ғой, білдірмей салыстыру. Қараш, кеше блогерлер естіп кететін бопты, қазір елдің бәрі Мальдиваға барып қыдыратын бопты. Осы біз қашан қыдырдық последний раз деген сияқты білдірмей, аналардың осы еркектер деген осындай болады деген сияқты бір саған тікелей айтпағандай болады да, бірақ бәрібір саған тигізеді. Яғни қараш, ана еркектер қандай, сен қандайсың деген сияқты салыстыру. Енді үшінші салыстырудың түрі бар. Ол текті, ақылды, дұрыс қыздарын салыстыру. Ол салыстырмайды қыздар. Ондай қыздар не дейді? Мен осы еркекті таңдадым, осымен бірге өсем, көгерем, адам болам. Болды. Ол қыздардың санасы сондай. Ол қыздардың мышлениясы сондай. Ол қыздардың фитраты сондай. Ол еркекті таңдағаннан кейін салыстыру, оны төмен түсіру, оны төмен көтеру деген нәрсе жоқ. Солай қабылдай алады. Бұл енді бөлек тақырып. Демек, бізге қатысты нәрсе, егер сенің қызың, кейін болашақта әйелің сен осылай салыстыратын болса, ашық түрде. Негізі салыстыратын қыз әйел болмай тұрып та салыстырады. Сол үшін оны бас кезде анықтап алу керек жігіттер. Екінші мәселе бар, ашық түрде болсын, или жасырын түрде болсын салыстыратын болса, осы жерде мынаны еске алыңдар. Егер сен қызыңды салыстыратын болсаң, мен бывшайым кезінде сөйтуші еді, оның жаңа төс үлкен еді, оның фигурасы күшті еді, белі арық, жіңішке болушы еді, фигурасы 90-60-90 еді деп айтатын болсаң, ол қыз не дейді саған? Немесе тамақты күшті жасайтын еді деп айтсаң да өзің қызыңа жүрген. Жақсы екен, күшті қыз екен деп айта ма? Кән көрейікші қандай қыз екен дей ма? Жоқ. Бетіңе басады, ішіп отқан тамағын бетіңе аударып жіберуі мүмкін. Аузына келгенін айтуы мүмкін. Үйінен қуып шығуы мүмкін, егер соның үйінде болсаң, кафеде отырсаң кетіп қалуы мүмкін тұрып сол жерде, Өз үйінде болса киімін жинап кетіп қалуы мүмкін деген сияқты. Яғни қыздар ондай нәрсені көтере алмайды. Демек, неге еркек адам ол нәрсені көтеру керек? Неге еркек адам ол жерде тыныш отырып қалу керек? Мен айтып отқан жоқпын, қыздар сияқты реакция беріңдер, айқайлаңдар, төбелесіңдер, шу шығарыңдар, бывшиймен хабарласыңдар, іздеңдер, оны тауып алыңдар, ұрып тастаңдар. Жоқ, ондай реакция бізге мүлдем қажет жоқ. Ол керісінше сені төмен түсіріп тастайтын нәрсе. Бізге қажетті реакция қандай? Қыздар бізге көрсетті ғой жаңа. Кет, бар сол бывшийіңа, аузына келгенін айтты деген сияқты. Біз де не істейміз? Жай ғана есікті көрсетеміз. Пожалуйста, бар, бывшийіңа бар, болды. Бұл андай тексеріп көру үшін айтылып, кән кете ме екен, кетпей ме екен деген сөз емес. Кет деген мағынада шынайы. Өйткені ол сені салыстырған деген сөз, ол же жақсы емес жігіттер. Ол же ана бывшийін ойлап жүр, ол же бір басқа вариантты елестетіп жүр деген сөз. Бұл жерде де бұл сөзді қазір ести сап, мынау айтты ғой, болды, енді мен салыстырды, бітті, бұл адам болмаймыз деп ажырасып кетіп, немесе болды уже бізде болашақ жоқ екен ғой деп кесіп тастауға болмайды жігіттер. Ол әйелге де қаралады. Кейде әйел адам ашуланады. Кейде шынымен әйел адам әбден шыдап сені әбден анау бір
жігерсіздігіңе төзіп келіп бір күні бір жарылып айтатын кезі болады. Ол кезде ол нәрсе түсінуге болады, ол кезде қаралуға болады да. Эмоция, әйел адамның сезімі, эмоция басым болғаннан айтып қою мүмкін. Бірақ сен қалыпты жағдайыңды жасап жүрсең, сен тырысып жүрсең, сен амал әрекетте жүрген жігіт болсаң, сен болашаққа бір мақсатың бар, қимылдап жүрген жігіт болсаң, и сол уақытта сені салыстырып алса, ол орынсыз болады жігіттер. Осындай жағдайда мен айтып отқаным, яғни есікті көрсетеміз. Или өзіміз тұрып кетіп қаламыз, егер кету орында болатын болса. Бірақ одан кейін кешір, жаңа қатты айтып қойдым, мен просто есікті көрсеткен кезде ол кетеді деп ойлаған жоқпын деген сияқты өзің кешірім сұрап жүретін болсаң, онда екі есе құлайсың жігіттер. Онда салыстырған жақсырақ болып қалады. Ол бәрібір кетеді деген сөз ғой, ол қыз. Сол үшін үйтіп өздеріңнің абыройларыңды өздерің түсірмей, бастарың салбырап, айтарларыңды айтып, жасарларыңды жасап алып, артынша кешірім сұрап жүрмеу үшін жігіттер бізге еркектік мінез керек. Қазіргі тілмен айтқанда тестостерон керек. Тестостеронды енді тестостерон туралы да бір видеомыз шығады. Оның бір миф екенін көрсететін видео шығады. Бірақ бүгінгі тақырып жігіттер, егер сендерді қыздарың салыстыратын болса, қыздың тура өзі сияқты реакция көрсету керек. Яғни есік ашық, сол бывшийіңа барсаң болады, сол досыңа, жігітіңе барсаң болды. Бұдан кейін біз араласпай қойып деп айтсаң, орынды болады. Осы жерде қалған қыз қалады, есін жияды, қалмаған қыз сол жерде кетеді. Қайтып айналып келетіндер де бар, кешірім сұрап келетін шығар, түсінбедім, бүйттім дейді. Енді ол жерде өзің қарайсың, кешіресің ба, аласың ба, қайтарасың ба, ол сенің еркіңде. Бірақ мына нәрсені жақсы түсіңдер. Ешқашан сені салыстырып, сені басқа жігітпен қатарға қойып, бір өзінің әкесімен салыстырып кейде, біздің папа деген кезінде сөйтуші еді, бүйтуші еді, сен ондай емессің деген сияқты сөздің өзі де жігіттер қатты дұрыс емес. Сол үшін бұндай салыстырудан ертең өздерін қиналып, сол планкаға сай боламын деп қыздың алдында тыпыршықтамас үшін дұрыс қызды о баста таңдау керек. Қыздың фитратын анықтап үйрену керек. Қыздың болмысын, табиғатын, жаратылысын анықтап үйрену керек. Оны Абай атамыз айтқан, көрсем білсем, ішсем жесем деген екі фитратты туылады дейді. Осы екеуін жақсы ажыратқан кезде ғана сен ол қызды ертең қызбен проблема болмайтынын түсінесің. Ол сені ертең салыстырмайды, ол сені ертең лақтырып кетпейді, тастап кетпейді, ол сені ертең бірдеңе болса бетіңе басып, елдің алдында абыройыңды шашпайды. Демек, сол қызды таңдап алу бір мәселе, сол қызды жолықтыру бір мәселе, сол қызды екінші өзіңе қатын қылып алу, әйел қылып алу, ол екінші мәселе. Оны қарату бар, оның махаббатын ұтып алу деген нәрсе бар, көңілін алу деген нәрсе бар. Ол уже үшінші мәселе болып кетеді. Сол үшін осындай әйелге қатысты, үйленуге қатысты, қыздарға қатысты блогерлер айта бермейтін, орыстың бір психологтар айта бермейтін, біздің өзіміздің менталитетімізде, қазақи қанымызда дұрыс деп бекітілген дұрыс бір қағидалар, жолдар бар. Соны біздер жабық фокус группа деген сабақтарымызда немесе тікелей жеке жұмыс істейтін кездерде айтып ашып көрсететін боламыз. Ол жерде жақсы результаттар бар, Құдайға шүкір жігіттерде. Демек, бұл біздің қазақи генімізде, қанымызда бар дүниені біз өзіміз білмей жүрміз қазір. Сөйтіп біз орыстың немесе бір ағылшынның психологиясын оқып, қыздар да сол нәрсемен шатасып, қазір бір ми батпақ заман болып отыр. Сол үшін жігіттер үйлену оңай, үй болу қиын деп айтпақшы. Ертең қазір үйлену де қиын болып кетті ғой. Сол үшін үйленудің өзіне де дұрыс саналы, ақылды, дұрыс жолмен келу керек жігіттер. Соны үйрететін бізде арнайы толық курстарымыз бар. Оған жазылу төмендегі ақпарат бойынша болады. Ал енді именно бүгінгі тақырып салыстыруға келетін болсақ, түсінікті деп ойлаймын жігіттер. Сендерді салыстырса, ол уже қызыл ред флаг дейді ғой. Ал егер сендер қызды салыстырып бастасаңдар, ол сендерге де қате жігіт. Сендер қызды алып ертең анау жақсы екен, мынау жақсы екен, кезіндегі анауым дұрыс екен, мынауым дұрыс екен деп отырсаң, ол да дұрыс емес. Сол үшін адамды алдың ба, немесе адамға көңіліңді бердің бе, соған тұрып бер, соған лайық бол. Сол өзіңнің таңдауыңа сыйластықпен қара, уважениемен қара. Ол қызды сені таңдап келсе, оған да уважениемен, сыйластықпен қара. Арада сыйластықтың болғаны ол бірінші, махаббат екінші орында тұрады. Сыйластық болмаса, махаббат та болмайды жігіттер. Сол үшін кинодан көріп алған, сериалдан көріп алған, музыкаға тойып алған, драмаға тойып алған қыздармен немесе өзің де сондай бір күйде жүретін болсаң, эмоциямен өмір сүрген болсаң, онда бұл ойдан сәл артқа тартып, шынымен де суық ақылмен, еркекше бір көзқараспен қарау керек бұл өмірге. Бұл өмірге сондай көзқараспен қарасаң, адамдарға да, қыздарға да сондай суық ақылмен қарай алатындай жағдайға жетесің, эмоциямен емес. Біздегі жігіттердің бәрі әлі эмоциямен жүр. Сүйіп қалдым, күйіп қалдым, ғашық болып қалдым, анау маған бүйтіп айтты, мынау маған сөйтіп айтты, енді не деп жауап берем, қалай барам, қалай айтам, не айтам. Бұл өте майда және қажетсіз демей-ақ қояйын, өте майда бір төмен сұрақтар. Бір қызды қарата алмай, бір қызбен алысып жүру деген, уақытын соған құрту, энергиясын соған құрту деген, бұл қатты жігітке, еркекке, біздің қазақтың жігіттеріне жарасатын нәрсе емес жігіттер. Сол үшін осы нәрсенің басын ашам, үйренем дегендер, мен жеке өзіммен толық жұмыс істеуге онлайн, офлайн форматқа шақырам, немесе біздің жабық потокпен өтетін фокус группамызға шақырам. Ол жерде біз Zoom форматта
дайын курста емес, осылай сен мен деп сөйлесіп отырып сабақ өтетін боламыз, үйренетін боламыз осыны бірге. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, пікіріңді білдір. Сен салыстыратын қыздар болатын болса, сен салыстырған болса, астына комментарийға жаза кет, немесе досыңды бір қыз салыстырып жүрген болса, осын досыңа жіберіп, есін жиғызып қой. Өйткені салыстыру ол жақсы емес жігіттер. Келесі видеоға дейін жолыққанша.